Бұзақы қарғалар бұршақ ананың тонын, қабығын жыртып, ішіндегі барлық балаларын жеп қойды. Қызанақтың басына келген күнде өте аяусыз еді. Бір түтікшені соғып жіберіп, оның бүкіл шырынын сорып ішті. Ал жүгеріні ұрлап кеткендері тіпті ұятсыздық болды. Содан кейін бәрі жабылып, қарбыз алқабына басып кіріп, бірде-бір түбір қалдырмады. Сәбіз ұрлауы тіпті оғаш болды. Қарғалар өте ұйымдасқан түрде әрекет етті. Бірақ ең ақылға сыймайтыны алмалар болды. Қарғалар бүкіл ағашты тамырмен жұлып алды. Осы сәтте келген фермер ашудан жарыла жаздады. Ал қарғалар оны елең қылмастан келесі бақшаны тонауға кетті. Фермер ашумен мылтығын кезегенімен, сол сәтте мылтығы бұзылып қалды. Шарасыз қалған ол бұзақыларды ұстағанға сыйақы жариялады. Дәл сол күні ағайынды Қарақшы, Қорқыныш, Мүсіндер бұл міндетті өз мойнына алып, ақысын сөйлесу үшін фермерге барды. Бірақ бұл әңгіменің бәрін қарғалар жасырын тыңдап тұрған еді. Қарақшы ағайындылар жұмысқа кірісе салысымен, қарғалардың көсемі оларды арандату үшін өз адамдарын жіберді. Осылайша олар қарақшылардың қабілетін тексере бастады. Күткендегідей қарақшылар бірден тұзаққа түсті. Қарғалар олардың артынан келіп, құлақ түбінен айқайлады. Бұл амалы іске аспаған соң, түрлі күлкілі бет-әлпеттер жасай бастады. Бірақ Қарақшы бұған еш селт етпеді. Қарақшы не істерін білмей тұрғанда, қарға кенеттен бұрылып, екеуі көзбе-көз келді. Осылайша құс пен адам тәріздес мүсін арасында айқас басталды. Біраз алысқаннан кейін қарға бұлардың қолынан ештеңе келмейтінін түсініп, сыпайылықты жиып қойды. Бір уыс топырақ алып Қарақшыға лақтырды. Оның қарсылық көрсете алмайтынын көрген қарға көсемі жағдайды түсініп, бүкіл үйіріне шабуыл жасауға бұйрық берді. Ағайынды Қарақшылар бұған дайын емес еді. Ұзын бойлысының басы денесінен бөлініп кетті. Соңында ол араның ұясын бас ретінде киюге мәжбүр болып, аралар оны артқы жағынан шағып алды. Бақытқа орай ол өз басын кездейсоқ қайта тауып алды. Қарғалар оларды аяусыз мазақ етті. Ең сорақысы, фермер жұмысты атқара алмағандары үшін оларды қуып жіберді. Кішкентай қарға бұл көрініске күлемін деп, байқаусызда құдыққа құлап кетті. Қарғалар бірден үрейге бой алдырды. Көмек сұраған дауысты естіген ағайынды Қарақшылар бірден кері қайтты. Кішкентай қарғаның өлім аузында тұрғанын көріп, оны құтқаруды ұйғарды. Бірақ құтқару кезінде апат болды. Үлкен ағасы тұтқаны басқара алмай, інісін де құдыққа құлатып алды. Өзі де айналып тұрған тұтқаның екпінімен аспанға ұшып кетті. Соңында орнынан тұрып, інісін тартып шығармақ болғанда, екеуі бірдей құдыққа құлап түсті. Таңғалдырарлығы, Қарақшылар құлағанда шашыраған судың екпіні кішкентай қарғаны жоғарыға атып шығарды. Қарақшылардың бұл жанқиярлығы қарғаларды қатты тебірентті. Олар құдықтан шығуға тырысып жатқанда, қарға көсемі кетіп бара жатқан ағайындыларды тоқтатып, оларды фермаға қайта орналастырудың жолын тапқанын айтты. Ағайындылар таңырқап қарап тұрғанда, қарға көсемі бұйрық берді. Сансыз қарғалар іске кірісті. Қызанақтар қайтадан бұтақтарға ілінді. Сәбіздер жерге қайта егілді. Бұршақ балапандар анасының құшағына оралды. Қарғалар тіпті бұршақ қабығының сыртын, молниясын жауып берді. Алма ағашы да ескі орнына қайта егілді. Ферма толықтай қалпына келген соң, қарға көсемі Қарақшылармен қоштасып тұрып: "Біз осында болғанда ешбір құс бұл жерге көз тіге алмайды", деді. Фермер де қуанып келіп, ағайындылардың шенін өсіріп, жалақыларын көбейтті. Содан бері ағайынды Қарақшылар бақытты өмір сүре бастады.